іштегі майды кетіруге кедергі жасайтын 10 тағам. Егер түрлі диеталар мен жаттығуларға қарамастан іштегі май кетпесе, онда мына 10 тағам кедергі болып жүруі мүмкін. Алайда бастамас бұрын каналға тіркеліп, біздің жаңалықтардан құр қалмас үшін қоңырауда басып қояйық. Номері 1. Газдалған сусындар. Білемін, бұл туралы естідіңіз. Газировкадан бас тарту қиындау. Бірақ егер сіз расымен ішке жиналған майдан құтылғыңыз келсе, газировканы ұмыту керек. Тіпті диеталық коланың өзі метаболизмді төмендетеді. Бір банка газировкада 150 бос калория бар. Көпіршікті шырындарды ішкен сайын сіз көмірқышқыл газының біраз бөлігін қоса қабылдайсыз. Көпіршік оған қайдан келді деп ойлайсыз. Бұл газдың көбеюіне және іштің кебуіне әкеледі. Егер сіз жарайды, мен онда сок ішем деп ойласаңыз қателесесіз. Көптеген орамадағы соктардың ешқандай пайдалы зат та, витамині де жоқ. Есесіне оларда қант пен жүгері сиропы көп. Егер газировканы неге алмастыратынын білмесеңіз, су немесе салқындатылған лимон қосылған шай ішіңіз. Номер 2. Сағыз. Сіз сағыз шайнағанда ми мен асқазан қазір тамақ болады деген сигнал алады. Жақтың қозғалысы асқазан сөлінің бөлінуіне әкеледі. Нәтижесінде сіз аштық сезінесіз. Огайо университетінің ғалымдары сағыз сіздің тәтті жеуге құштарлығыңызды оятатынын анықтаған. Сағызға жалбыз дәмін беретін химиялық қоспа жеміс-жидек пен көкөністің дәмін бұзады. Тіс тазартып болған соң апельсин соғын ішіп көрдіңіз бе? Дәл сондай. Номер 3. Құрамында натрий көп тағамдар. Егер сіз тек қант қана зиянды деп ойласаңыз, қателесесіз. Қанттан бөлек тұзды да азайту керек, әсіресе жоғары қан қысымы мазаласа. Құрамында натрий көп тағамдар ағзадағы сұйықтықты ұстап қалады. Бұл іштің ұлғаюына әкеледі. Статистикаға сәйкес, адамдар орта есеппен 3400 мг натрийді пайдаланады, ал тәуліктік норма 1000 мг. Сондықтан тамаққа көп тұз қоспаңыз және алатын өнімнің құрамын мұқият оқыңыз. Номер 4. Алкогольді ішімдіктер. Кейбір алкогольді сусындарда калория көп, бірақ мәселе тек онда емес. Алкогольді қолдану тәбетті ашып, тою сезіміне жауапты ми бөлігін алдайды. Сондықтан сіз тоқ болсаңыз да сыра ішкенде қасына тіске басар бірдеңе аласыз. Солай ма? Ендеше тек сыра немесе шараптың өзін ғана ішіп, коктейльдерден аулақ болыңыз. Ойлап қараңыз, 100 мл маргаританың құрамында 7 шай қасық қант бар. Сонымен қоса коктейль метаболизмді төмендетеді. Жақсылап ойлап көріңізші, расымен бұл коктейль сізге керек пе? Номер 5. Фастфуд. Бұл жаңалық емес. Фастфуд құрамында өте көп калория бар және ол денсаулыққа зиянды. Оны бекер қоқыс тағам деп атамайды. Оның құрамындағы майлар, қант және жасанды дәмдеуіш қоспалардың мөлшері адам шошырлық. Фастфудтағы майлар асқазан кебуін және жағымсыз әсер береді. Себебі өте ұзақ қорытылады, ал қант керісінше бірден асқазанға түседі. Ал түрлі дәмдеуіштер мен химиялық қоспалар біздің микрофлораға жағымсыз әсер етеді. Бұл да семіздікке әкеледі. Мұндай тағамдарды жеміс-жидек пен көкөністерге алмастырған жөн. Номер 6. Майонез. Егер сіз майонездің қатты жақсы көрсеңіз, мынаны біліңіз, ол 80% майдан тұрады, яғни майонез бұл таза май. Бір шай қасық майонезде 100 калория бар. Майонезді хумус не көкөніс езбесіне алмастырған жөн. Номер 7. Қуырылған тағамдар. Қыпша белді мүсін үшін барлық қуырылған тағамнан тіпті фридан да бас тарту керек болады. Майға қуырылған тағамдар қаныққа майлар сіңетін губкаға айналады. Ал бұл майлар өте қауіпті, себебі миды тою сезімінен айырады. Сондықтан сіз бір тарелка чипсыды қалай бітіргеніңізді байқамайсыз да, ал сіздің организміңізге оны қорыту үшін өте көп уақыт кетеді. Номер 8. Балмұздақ. Балмұздақ сияқты тәтті тағамдар ішке барып май болып жиналады. Онымен қоса ол тәуелділікке әкеледі. Келіссеңіз лайк басыңыз. Арамызда балмұздақтың фанаттары көп пе екен, біле жүрейік. Америкалық журнал балмұздақ жеуді наркотикалық тәуелділікке теңеді. Оны көп жеген сайын жегіңіз келе береді және сонша көп калорияда аласыз. Балмұздақтан бас тарта алмасаңыз, оның калориясы аз түрін өзіңіз қолдан жасаңыз. Ол үшін бананды мұздатып алыңыз, сосын блендерда езіңіз. Бұл десертте 100 калорияға төмен, әрі дәмі де керемет болып шығады. Номер 9. Ісінуді тудыратын тағамдар.
Тіпті арық деген адамның іші шығып тұруы мүмкін, себебі олар ісіну мен газ шығаруды тудыратын тағамдарды көп жейді. Егер сізде де осындай жағдай болса, келесі тағамдардан аулақ болыңыз. Сүт өнімдері. Оларда кальций мен ақуыз болғанына қарамастан, олар 65% адамда асқорту проблемасын туғызады. Лактозаға төзімсіз адамдарда ісіну, іш қату, диарея, газдар тудырады. Тағы бір ісінуді тудыратын өнім алма. Оның құрамында С витамині мен жасұнық көп, алайда олардың фруктозасы біздің тоқшек ферменттерімен бірге түрлі асқорту проблемаларын тудыруы мүмкін. Бұл жағдайда жақсы шешім пісірілген алма. Одан сізде ісіну болмайды. Есесіне барлық қажет витаминдерді аласыз. Жасымық, бұршақ және артишок та ісінуді туғызуы мүмкін. Нөмірі 10. Қантсыз өнімдер. Полиспирт сияқты қант алмастырғыш өнімдер тек диабет адамдар үшін тиімді, және олар сіздің ішіңіздің өлшемін үлкейтуде өз үлесін қосады. Ойлап қарасаңыз, диеталық коланың дәмі кәдімгі кола сияқты болса, онда қант алмастырғыш зат болу керек. Жасанды тәттілендіргіштерде калория болмаса да, олар көбірек тамақ жеуге тәбетіңізді ашады. Сондықтан табиғи өнімді таңдаңыз және калория 0 деген жарнамалық слоганға сенбеңіз. Назарларыңызға рахмет. Міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпайық достар.